мұғалімдерге күнделік кезеттен БЖБ және ТЖБ талдауын қалай алу керектігі жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен күнделік кезетке кіреміз, логинімізді, сосын паролімізді жазамыз. Кіргеннен кейін жоғары жақта көктің ішінде неше түрлі бөлімдер тұрады. Мектеп, КПБ, балалар, тілдесу, бағдарлама, арт спорт. Осы жерде мектепті таңдаймыз, сосын есептері бөлімін басатын боламыз. Ол жерде басқаннан кейін үйім туралы мәлімет, тізімдер, оқушылардың, ұстаздардың тізімі шығады. Содан кейін үлгерімнің төменгі жағына қарай баса берсек, бізде БЖБ және ТЖБ талдауы деген шығады. Осы бөлімді басамыз. Бір рет мишкамен ары қарай 90-ды таңдайтын боламыз. Мысалы, қазір 2-ші 90-ды таңдаймыз. 23-24 жылдың 2-ші 90. Сосын өзіміздің пәніміз таңдаймыз. Мен жаратылыстану пәнін таңдадым. Сыныпты таңдайтын боламыз. Сыныпты таңдаңыз дегенде әртүрлі сыныптар шығады. Осы жерден өзіміздің сыныбымызды тауып аламыз. Мен 3-ші Е сыныбын алдым. Таңдаймыз. Кішкене күтеміз. Есепті құрастыру бөлімі қызғылт түсті жанады. Содан кейін барып есепті құрастыруды бір шертіп басамыз мишкамен. Ары қарай біздің талдауымыз шықты. Талдауда сынып көрсетіледі, пән, яғни пәннен алынған БЖБ, ТЖБ-ның саны шығады. Мысалы, мына жерде 2 БЖБ, 1 ТЖБ шыққан. Оқушылардың саны шығады, максималды бал шығады. Яғни 1-ші, 2-ші ТЖБ-да 10 балдан болса, БЖБ-да 10 балдан болса, ТЖБ-да 16 бал. Ары қарай төменгі бағаны кім, неше оқушы алды, орташы бағаны неше оқушы алды, жоғарғы бағаны неше оқушы алды. Осының барлығын есептеп, бізге сапаны шығарып береді мысалы. Енді осыны біз Excel'ге сақтап алуымыз керек болады, ары қарай шығарып алуымыз үшін. Осы жерде экспорттау, жоғары жақ бұрышында экспорттау бөлімін басамыз. Сосын бізде Excel'ге сақталатын болады. Загрузка бөліміне кіреміздегі жаңағы Excel'ден сақтап алғанымызды көретін боламыз. Енді осы жерде разрешить редактированиені басып, мында өзгерістер енгізуімізге болады. 1-ші, 2-ші БЖБ-да және ТЖБ-да қандай мақсаттар қойылды, қиындық тудырған мақсаттарды қолмен өзіміз теріп жазсақ болады.